Арнама қош келдіңіздер. Құрамы 3 қана заттан тұратын дәмді тіске басардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі лаваш, кез келген ірімшік және бір жұмыртқа. Ең алдымен лавашты 3 бұрыш етіп кесіп аламыз. Келесі кезекте ортасына ірімшік салып тығыздап ораймыз. Ашылып кетпес үшін кішкене сулаймыз. Кез келген салма қолдансаңыз болады. Ірімшік болсын, сүзбе, картоп немесе ет. Бұны кез келген уақытта жеуге болады, әсіресе таңғы асқа жақсы үйлеседі. Сондықтан мен оны көп қылып жасап, мұздатқышта қатырып сақтаймын. Ең соңында бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Сіздерге ұнаған болса лайк басып және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.